Бас ауруға, нерв әлсіздігіне, ұмытшақтыққа берілетін дәрілік тағам. Бірінші рецепт: тұт ағашы жемісі, алақат, дала үйрегі етінің емдік рөлі. Тұт ағашы жемісі дегеніміз жібек құртын өсіретін ағашты айтады. Соның жемісін мен алақат, дала үйрегі қосыларды қалай жасауды әдісін айтайық. Дала үйрегінен біреу, тұт ағашының жемісінен 6 грамм, алақаттан 10 грамм даярланады. Таза үйрек етіне тұз, қара бұрыш сеуіп 1 сағат бықтырып қойғаннан кейін тұт ағаш жемісі, алақат, сарымсақ, зімбір, 1 стакан ағарақ қосып, үйрек етінің ішіне салынып булайтын ыдыста қақпақсыз 15 минут, қақпақты жауып 25 минут қасқанның үстіне қойып, баяу отта пісірген соң дәмдендіргіштерді алып тастап, үйрек етін емге жейді. Шипасы: нерв әлсіздігіне, бас ауруына, бауыр, бүйректі қуаттандыруға, көздің көру қуатының әлсіздігіне, құлақтың шыңылдауына, еске ұстау қабілетінің төмендеуіне, бел аяқтың қақсап ауруына, қантты несеп ауруына емдік қасиеті бар. Екінші рецепт: қызыл кендір тамыры 20 грамм, 50% ағарақтан 1 литр. Жасау әдісі: қызыл кендір тамырын жуып тазалап, ағараққа чылап, бөтелкенің аузын мықтап жауып, 20 күн тұрғаннан кейін күніне 2 рет тамақ алдында 20 мл ішеді. Пайдасы: нерв әлсіздігі, ұмытшақтық, талма қатарлы ауруларды емдеуге шипалы. Үшінші рецепт: құмырсқа 50 грамм, ағарақ 2 литр. Жасау әдісі: 50% ағарақтан 2 литр, құмырсқадан 50 граммды бөтелкеге салып, 20 күн тұрғызып, 20 күннен кейін құмырсқа арағынан күніне 1 рет 20 мл ғана ішеді. Шипасы: тісті беріктеп, қан құрттан сақтайды. Нервті жақсылап, клеткаларды жасаңғыратады. Шаш түсуінің алдын алады. Ұсақ буын ревматизмінің алдын алуға және еске ұстау қабілетін жақсартып, адам ғұмырын ұзартуға пайдалы болады. Мезгілсіз қартаюдың алдын алып, бауыр ауруына ем болады. Құмырсқаның құрамында 27 түрлі амин қышқыл және витамин А, витамин Д, витамин В1, витамин В2, витамин В12, темір, кальций, магний, фосфор, аденозин, трифосфат қатарлы адамзатқа пайдалы элементтер бар. Сондықтан да оның дәрілік әрі емдік рөлі жоғары болады. Адам ғұмырын ұзартуға пайдалы дәрілік тағам. Бірінші рецепт: мергия, рынсын, алақат, жүгері шашағы, чиеден жасалған өңді ажарландыру, ғұмырды ұзарту шарабының емдік рөлі. Жасалу әдісі: мергия 20 грамм, алақат 30 грамм, чие жемісі 30 грамм, аю балдырған 20 грамм, қара тамыр 30 грамм. Егер қара тамыр табылмаса, жүгері шашағын қолдану керек. Бидай арағы 2,5 литр, ақшекер 50 грамм. Жоғарыдағы дәрілік жемістерді жуып тазалап, дәкі дорбаға салып, аузын байлап, араққа чылап, бөтелке аузын мықтап бекітіп, 3 күнде бір араластырып шайқап тұрады. 20 күн сақтағаннан кейін ішуге болады. Әр күні тамақтан соң 20 мл күніне 2 реттен ішеді. Шипасы: кәртеудің алдын алып, өңді ажарландыруға, ғұмыр жасты ұзартуға пайдалы. Әлсіздіктің алдын алып, қол аяқтың буын әрекетін жақсылайды. Есту көру қуатын арттырып, қарттардың еске ұстау қабілетін жақсартады. Көңіл бөлетін істер: жастардың көп тұтынуына ащы шыққан шаймен ішуге болмайды. Өкпе бауырды қуаттандырып, әлсіздіктен айықтыратын тағам. Бірінші рецепт: қызыл шекер қосылған жылан мен асқабақтың емдік пайдасы. Жасау әдісі:
kabığı arçılgan asqabaq 500 gram, uruğa alınıp tastalgan çılan 12 tal, ak şeker 40 gram. Osılardı biriktirip suda kaynatıp soğugandan keyin suun işip jemisin jeydi. Günne 2 ret 2'ge bölüp işip jeydi. Çipası ökpeni kökbağırdı kuattandıradı. Elsizlikten ayıktırады. Yerlerдің spermaсын күшейтетін тағам. Birinci рецепт: торғайдың миы, tavықтың еті, жұпар саңырау құлағынан жасалған дәрі. Жасау әдісі: мергия 15 грамм, тау дәрі 20 грамм, торғайдың миы 5, тауық 1, сар мия 20 грамм, жұпар саңырау құлағы 15 грамм. Bulardı жуып тазалап қазанда пісіреді. Оған лайықты мөлшерде тұз, сарымсақ, зімбір қатарлы дәмдеуіштерді қосып 20 мл ақ арақ құйылады. Баяу отта езілгенше пісіріп, етін жеп сорпасын ішеді. Чипасы бүйректі қуаттандырып, шауқатты көбейтіп, сперманы көбейтесек те болады. Сперманың әрекетін күшейтеді, белсіздіктің алдын алады. Екінші рецепт: бұғы чыбығы, алақат, қара бұршақтың емдік пайдасы. Жасалу әдісі: бұғы чыбығынан 10 грамм, қара бұршақтан 200 грамм, алақаттан 15 грамм, қой етінен 300 грамм, бұғы мүйізі 5 грамм. Бәрін жуып тазалап, бірлікте қосып қазанда пісіріп, дәмдеуіштер салып, етін жеп сорпасын ішеді. Шипасы: белсіздіктен айықтырып, жыныс жүйені қоздырып, шауқаттың әрекетін жақсартып, сперманың санын көбейтеді. Ескерте кететін нәрсе: табиғи тума сипатты тұқым қуалау негізіндегі белсіздікке пайдасы жоқ бұл рецептің. Үшінші рецепт: атбас балық, кеккөн, яғни кесертке, кесерткінің кішкене түрі десек те болады. Етті сұңғыла, бұғы чыбығы, бала жолдасы қатарлы дәрілік заттардан бөлек-бөлек жасалған тағамдар денені қуаттандыру, қан толтыру, жыныс энергиялық қуатты арттыру, жыныс жүйені қоздыру, белсіздік пен бедеулікке жалпы беттік қолданылады. Ескерту: дені сау, қуаты мығым жастар қолдануға болмайды. Қолданса шаштарын ағартып, мұрнынан қан ағызу қатарлы кері әсер береді. Нерв әлсіздігі мен талмаға берілетін тағамдық дәрі. Бірінші рецепт: ұлар миы, қызылкендір тамыры. Жасалу әдісі: ұлар миынан 10-20 грамм, сары арақтан 500 мл немесе төмен градусты бидай арағына шылап, бөтелкенің аузын мықтап жауып, 3 күнде бір чайқап араластырып, 25 күннен соң әр күні жатар алдында 20 мл-ден ішеді. Нервті қуаттандырып, еске сақтау қабілетін арттырады. Екінші рецепт: қызылкендірден 25 грамм, бидай арағынан 500 мл, яғни 41 сеттік төмен градуста болсын. Аузы мықтап жабылған бөтелкеде 25-30 күн тұрғаннан кейін күніне бір рет кешкі жатар алдында 20 мл-ден ішеді. Шипасы: нерв әлсіздігінен айықтырып, талмаға ем болады. Үшінші рецепт: күріш 50 грамм, сарана 25 грамм, ақ шекер 15 грамм. Жасалу әдісі: сарананы жуып тазалап, күріш екеуін су құйылған қазанда қайнатып, оған ақ шекерді қосып ішеді. Шипасы: нервті тыныштандырып, әлсіздіктен айықтырады. Көкбауыр мен асқазанды қуаттандырып, денеге күш сыйлайды.